Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пияздың қабығының пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап лайк қойды ұмытпаңыздар. Сонымен пияздың қалай қабығын дайындаймыз. Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қоясыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, бір ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауырғаннан айығасыз, суық тигізгеннен сақтанасыз, тәбетіңіз жақсарып, қан тамырларды тазалайды. Тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішесіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қоясыз. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдаңыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, жарты ас қасық бақбақ тамырын және жарты ас қасық мыңжапырақ шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мг-нан ішесіз. Енді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күн.